мысалға мында адамдардың аты жазылып тұр да. Мгм. Олар тесттен өтті, өтпеді деген маған бағанға результат жазу керек. То есть Ага. failed, passed деген сияқты. Имя оны жазып отырмай, каждый нені ячейканы басқан кезде сразу төменде андай не болады, как бокс сияқты. Дроп даун ба? Аха. Иә, андай таңдайсың. Иә, Failed, иә. passed, там Иә, pending иә. деген сияқты. Соны қалай жасайды соны? Ол өте оңай. Мына жерде дата деген нәрсе бар. Мысалы адамның аттары. И мына жерде бізде адамдар қате жібермеу үшін Результат тек, да. определенный ғана тізімнен таңдау керек деген сияқты бір не қоюымыз керек. А, Оны data validation деп атайды. Data validation. Allow any value. То есть кез келген значениеға рұқсат бер деп тұр да, по умолчанию. Бірақ Мгм. бізге ол керек емес. Бізге мында лист деген нәрсе керек. Определенный тізім болу керек. И мына жерде сразу шықты источник қандай, тізім қайда тұр сенде дейді. Мен мында Мгм. бірінші тізімді дайындап қояйын. Допустим, негізінде я негізінде бір обычно мындай басқа ячейка сақтап қояды сол значенияларды мысалы. Өтті, да, тесттен Мгм. өтпеді, қандай тағы значениялар бар. Ладно, өтірік жаза берейік. Иә, Маған иә. осындай бір какой-то определенный тізім бар, тек қана сол бойынша сіз адамдар мында Иә. енгізу керек данныйларды. Мінекей data validation. Мен бірінші data деген вкладкаға кіреміз, орысша данные деген болу керек. Сосын Мгм. data validation, потом list деп таңдаймыз, потом source Мгм. деген жерден бүйтіп барамыз да выбирать етеміз. Source, міне осы жерден ғана Мгм. ал, Мгм. потом все окей болды. И мындай дропдан шығады. Все, Binding. рахмет. И бұл нені вкладканы бүйтіп созу керек. Бүйтіп төменге до конца. Иә, түсінікті. Все, сол кезде мында failed дейді, мында раз. И адам бірдеңе жазса, ол рұқсат бермейді, болмайды Иә, деп. иә. Сондай.